Көптен күткен күн таңғы сағат 9:00-де бүгін Сырана монументінің алдында жиналып жатырмыз. Ойтөбе отбасылық зияткерлік квест ойыны басталды. Мұндағы басты мақсат ұрпақтар сабақтастығы мен отбасы құндылығын насихаттап, жанұя мүшелері арасында қарым-қатынасты нығайту. Жалпы зияткерлік квест ойынына облыс бойынша 20-ға жуық жанұя қатысуда. Олар арнайы картада жасырылған орындарды тауып, қазақ халқының дара тұлғалары, салт дәстүр, ел тарихына қатысты 50 сұраққа жауап беруі тиіс. Отбасыларыңыздың берекесі мығым болсын, керегесі кең болсын. Біз сіздерді жақсы көреміз. Анаға тағзым орталығы сіздермен бірге. Ойтөбе отбасылық зияткерлік квест ойынның қатысушыларының көңіл-күйлері қалай? Жарыстың екінші белесі өтуде. Қатысушылар Жалаңтөс Баһадүр ескерткішіне келіп жетті. Бірі жаяу, енді бірі қоғамдық көлікпен. Дәл осы QR-кодты сканерлеген кезде телефоннан арнайы сұрақтар шығады. Осы жерде сұрақтарға жауап беріп, келесі кезеңге аттанады. Дәл қазір біздің қасымызда Қашқынбаев, Қашқынбаевтар отбасы тұр. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Жарысқа сәттілік. Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, сұрақтар қалай болып жатыр? Сұрақтар тарихтан келіп жатыр. Біраз миымызды қозғап жатыр тарихтан. Кейбір сұрақтар қиындау болып жатыр, кейбір сұрақтарға оңай жауап беріп жатырмыз, білетіндеріміз. Біледі екен. Біз ұмытыңқырап қалыппыз, балалар жақсы біледі екен. Энергия жинап жатырмыз, жүгіреміз, асығамыз әйтеуір. Сүлейлер аллеясындамыз. Бұл квест ойынның 3-ші белесі. Қазір көріп тұрғандарыңыздай алғашқы қатысушыларымыз дұрыс жауаптарды белгілеп, келесі белеске аттанып жатыр. Ауа райының өзі қатысушыларға қарасып тұрған сияқты. Қазір қоңыр салқын, күн бұлтты. Ал біз тағы бір отбасыдан сұхбат құрып көрсек. Сыр сүлейлеріне қалай жеттіңіздер? Автобуспен ба, жаяу ма? Қоғамдық көлікпен, автобуспен. Сұрақтар қалай болып жатыр екен? Жеңілде, ондай енді оқыған адамға жеңіл. Қатысқанымызға қуанып тұрмыз. Көре берген негізі жақсы ғой. Сондықтан бұл да бір жақсы нәрсе, есте қалар сәт деп өзіміз ойлап тұрмыз. Келешекте осындай жарыстар болса қатысуға дайынбыз. Жалпы әр белесте 10 сұрақтар тақырып бойынша жасырылған. Дәл қазір Сыр сүлейлер аллеясында осы біздің сырдан шыққан дара тұлғалар турасында, шайырлар турасында сұрақтар жасылыпты. Дәл қазір біз мына жерден таныс кейіпкерді көріп тұрмыз. Қатысушыны жақында ғана Анам жайлы айтайын байқауының жеңімпазы Сандуғаш ханым. Сандуғаш ханым, қош келдіңіз. Жақында ғана біздің байқауымыздың жеңімпазы болғасын танып жатырмыз. Отбасыңызға сәттілік тілейміз. Кім қатысып жатырсыздар? Қай отбасы? Базарбековтер отбасы. Тарихта мықты деп күйеуімді ертіп алдық. Құдай қалса алтын медаль иегері қызым. Тарихтан олимпиада 2-ші жүлдегері болған. Сосын мен салт дәстүрден дайындалдым. Мен түнімен ұйықтамай өлең шығардым. Жақсы, енді көреміз сәтімізге қарай. Қосынбаевтар отбасы суретке түсіп, видеоға түсіп, арнайы хэштегпен әлеуметтік желіге жариялайын деп жатыр. Оны біздің бақылаушыларымыз және оқырмандарымыз көріп отырады. Қай отбасы, қай жерде жүр, қалай сұраққа жауап беріп жатыр деген сияқты. Балаларыңыз кішкентай сияқты, кейбір қатысушыларда үлкен балалар. Нешінші класс оқиды? 5 пен 4 оқиды, оқуда үздік екеуі. Сондықтан осылардың ойларымен, пікірлерімен санасып бірге жауап бердік. Қаладан қатысып тұрсыздар ғой? Біз Шиелі ауданы, Сұлтөбе ауылы, 1 май ауылы. Керемет, сәттілік тілейміз сіздерге. Қымбатты оқырмандар, жүлде қоры 500 000 теңгені құрайтын Ойтөбе отбасылық зияткерлік квест ойыны қыза түсті. Дәл қазір біз ойынның бел ортасынан астық. Абай аллеясында тұрмыз. Қатысушылар арнайы картадағы жасырылған орындарға келіп, сұрақтарды тауып, жауап беріп жатыр. Дәл қазір бір отбасыны сұхбатқа тартып көрсек. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Қай отбасы жарысқа қатысып жатқан? Қайырлы күн қазақ елі. Отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын барлық отбасыларын. Біз Каукенттер отбасы Шиелі ауданынан номер 270-тен мұғалімбіз, екеуміз де келіп тұрмыз. Және
қатысушыларға сәттілік тілейміз. Жалпы әр белеске жету қиын болып жатқан жоқ па? Кішкентай балаңыз коляскамен, автобуспен жетіп жатырсыздар ма, жаяу ма, сол туралы айтып кетсеңіз. Баламның бүгін қарасып тұрғаны өте жеңіл өтуде. Дәл қазір квесттің 5-ші белесіне келдік. Біз де қатысушылардан қалмай, дәл осы анаға тағзым орталығына келіп жетіп отырмыз. Дәл қазір қатысушылар орталыққа кіріп, арнайы QR кодты сканерлеп, онда орталықтағы клуб студияларға қатысты жасырылған сұрақтарға жауап беретін болады. Көшесінде жүрген кезде бір Түркияның көшесінде, Стамбулдың көшесінде жүргендей сезініп жатырмыз. Көп рахмет. Инстаграм еге шығар ғой. Мен балаларының, апайларының кешірім сұраймын, бүгін менің кесірімнен бүгін сабаққа бармай қалды. Інілерім, сіңілдеріммен келеміз. Бәрі күшті болды. Анаға тағзым орталығының негізгі жұмыс мақсаты да осы отбасыларды біріктіру, отбасы институтын нығайту, отбасының әрбір мүшесін қоғамның әрбір азаматы ретінде қалыптастыру, олардың отбасылардың іргесін берік ұстауына әрқайсысының рөлін түсіндіру. Байдулдаевтар отбасы 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталады. Байдулдаевтар отбасы құтты болсын. Керемет ойын көрсеткен Каукеновтер отбасына құтты болсын. Құтты болсын Қашқабай. Бүгінгі отбасы күніне өте жақсы демалыс болды. Біраз мектепте ұмытқан тарихтан соларды бүгін еске түсірдік. Бірге көңілді уақыт өткіздік. Шиелі ауданы, Шиелі кентінен келіп тұрмыз. Өзіміз жұбайымыз екеуміз мектепте жұмыс жасаймыз. Анаға тағзым орталығына көп рахмет. Өте керемет жоба, керемет сайыс. Бірінші орын алғанымызға қуаныштымыз. Көліктен түспей жаяу жүруді армандаймыз ғой кейде. Көліктен салмаймыз. Жұмыс талабы бар, әйтеуір уақыт жетіспейді. Сол жаңағы бір емес 3 рет неге мініп жатырық. Жаңа қоғамдық көлікке мініп жатырық. Оны қалай төлеу керек деп келіншегімнен, келіншектерім, балдарымдан сұрап жатырмын. Отбасымыз бірлікте, қиындықтан қашпаймыз. Жеріміз бір шыңырап, жеңістерге бастаймыз. Thank you.